достар, видео басталмастан бұрын мен сіздерге бір арнаны ұсынғым келіп отыр. Ошын бұл арнаның аты Бек Қазақ. Бұл арна өте кереметтей арна. Ошын видеолары деген сапалы. Free Fire'дан видео түсіреді. Өте мықты арна. Яғни мен сіздерге айтарым, осы арнаға тіркеліп, смело подписчигін көтеріп тастайық. Ендеше кеттік. Мә достар, біздер дейтін бүгін балық пісіретін боламыз. Ошым қалайсыңдар енді дейтін, ошым не істеп жатсыңдар дегенде ол. Тану достар, біздер дейтін бүгін ошым көмір жинайтын боламыз. Достар, яғни көмір жинағанда балық пісіретін боламыз бүгін достар. Ошым ендеше кеттік. Тез бар көмір жинауға барып қайтайық, әйтпесе дейтін біздер балық пісіруге кешіп қалатын түріміз бар ғой. Достар, мына жақта дейтін бір тамағымызды алып алайық, нан мен пішінай алып алайық. Пішінай ғой. Мә достар, ошым сіздерге көп бір рахмет айтқым келіп отыр. Ошым дейтін біз 30 подписчиктен астық, және де 40-тан астам қаралым жинадық, және де ең көп жинаған лайкымыз 10 лайк. Достар, енше біздер дейтін киркамен барайық тағыны, ошын көмір жинап қайтайық. Достар, мен алдында осы маңға келетін болатынмын, және де осы маңға келіп, мен дейтін зомбилармен төбелескен болатынмын. Ошын дейтін өздері дейтін декеңдеп тұр ғой, мә достар, мынау дейтін дерскі. Мә достар, біздерге дейтін осы да жетіп қалады. Ошым дейтін көп жиналдың керегі жоқ. Мә достар, мә әдем неше көмір, мә 12 көмір, мә достар, мен алдында мынаның ішінде епа достар, мә алтын, мә саған достар, базар жоқ, мә мен шоқтың кәдімгідей бар ғой. Епа достар, диск тауып алсың одан, мә қармақ істеуге керек достар. Бұл дейтін маңызды құралдардың бірі енді. Маңызды ошын құралдар деген. Тану достар, біздер дейтін ұстап қалмасақ болғаны. Ошын дейтін ауылда дейтін полицейлер жүр дейді. Ошын кеше ғана бір жедел келіп маған айтып кетті. Сен ошын срочно тығылуың керек дейді достар. Мен де дейтін өзім түсінбей алдым. Тану достар, енше біздер дейтін көмір жинап алдық. Далаға шығып үйге жетіп алайыншы. Мә саған достар, біздер дейтін ауыл жаққа бір барып қайтсақ не болатыр екен дегендей. Ошын дейтін үйімді көріп қайтайын мен деген. Ебай достар, мә достар, үйге кіріп кетейік. Мә нау дейтін болмайды, қазір нау дейтін жарылады. Достар, біздер дейтін бар көмірге барып қайттық. Енді мына құрал жабдықтарымызды тапсайық достар. Мынаны көмірден жасап алған болатынмын, енді мына факелді қойын достар, мынаны көйтіп алайын мен. Мә достар, 36 замороз. Мә тану, мынаны енді біз орлап деп ойлайтын шығар. Достар, бұны алып кетейік енді дейтін. Ебой достар, енше дейтін біздер дейтін балығымызды салып кетейік. Ана неге пешке салып кетейік. Пешке сол салып дейтін. Мә достар, кеш дейтін болып атыр ғой. Тану, ұйықтап алсайық де. Мә мынау дейтін күшті ғой. Кеттік ұйықтап алайық. Мә әлі дейтін мен ұйықтым деп тұрған жоқ қой. Мә достар, мына жерге дейтін ұйықтай салайыншы мен. Достар, біздер дейтін шіле қорылдап кеткен секілдіміз. Мә достар, мына картинка деген зорға таптым. Мә мына криперлерден тез қашайық. Айтсем дейтін болмайды. Мә үйтіп ана крипер біз жаққа дейтін келе жатыр ғой. Мә саған достар, 13 балығымызды салып кетейік. Енше біздер дейтін ауылға барып айтайық. Тану достар, біздің алдында дейтін алтын ұрлағанымыз камераға түсіп қалған секілді. Мә менде қорқып жатырмын бар ғой. Мә саған, мә анау дейтін жаман болды. Достар, не отыр екен көріп қайтайық. Мә дейтін мен қарным ашып жатыр. Мә магазинді көрейін достар. Ешкім жоқ.
достар, құрсын ұрламай қояйық. В общем, дейтін әкімшілік бүгінде жоқ секілді ғой. Өлбану. Мә, мына жақта дейтін ешкімдер жоқ қой. Мә, ауылдан дейтін адамдардың бәрі кетіп қалған ғой да. Мә, дерске. Бой, мына жақта дейтін кім тұрады? Мә, достар, мынаны дейтін алу керек қой біздерге. Мә, достар, алдым бар бой. Мә, достар, құрсын біздерде дейтін ешкім өсек қып атқан жоқ екен. Яғни өсек қып жатқан жоқ дегенде, ешкім дейтін бізден күдіктеніп атқан жоқ. Мә, мына жақта дейтін негеншілік бар ғой да. Мә, дерске. Мә, мына тамақтардың бәрін алып кету керек қой. Мә, достар, мына егіншілікті көру керек еді біздерге дейтін жалпы сұрап. Бірақ достар, құрсын пішінайымызды отырып жеп алайық талдың астында. Мә, достар, біздер дейін пішінай жеп алдық қой. Достар, біздер дейін балық аулайтын орынға барып алайық. Бой, достар, мендер дейін үйге дейін жүгіріп келдім бар ғой да. Достар, енше тамағымызды пісіріп ала берейік. Тамақтың бәрін пісіріп алғанда оршын дейтін сендерге мен дейтін көрсететін боламын ғой да. Мә, саған. Мә, достар, енді біздер дейтін қарны ашып балықтан жеп алайық та. Өлбану. Мә, достар, мына дискін дейтін көру керек, жалпы қосып дейтін ғой. Мә, мынау дейтін не мынау. Достар, енше кештің батқан күтейік, және де тамағымыз піссін. Оға дейін кішкене мызғып алайық, достар. Ё-майо. Мә, достар, біздер дейтін ұйқы басып кеткен секілдіміз ғой да. Өлбану. Мә, достар, мендер дейтін жаңада тұрдым да, в общем, бар ғой. Балық күйіп кетпесін дедім да. Сөйттім да, ана балықтардың бәрін жинап алған соң ғой да. Өлбану. Мә, кеттік, достар, енше дейтін тойлатып жеп алайық. Тамақтарымызды, в общем, көмірімізді алып алайық. Мә, саған. Мә, достар, мына дейтін в общем, ауыр заттарымызды салып қойдық да. Мә, мықты оны. Мә, балық жейік, достар. Мә, саған балық дейтін. Мә, балық дейтін дәмді ғой да. Достар, мен де дейтін тойдым. Мә, саған. Достар, енді дейтін не істек болады, жалпы идея тастаңыздар енді. Ошы, менің дейтін каналым бар. Каналымның ішінде менің сүйікті подписчиктерім бар. Ошым, сол подписчиктерге айтарым. Ошым, подписчиктерім маған дейтін идея тастаңдар. Қандай идея десеңдер, ошым, біздер дейтін ұрлыққа түстік, енді содан қалай ақталып шықсақ болады енді дейтін. Скинімізді ауыстырайық па, киімімізді ауыстырайық па, или бет-әлпетімізді өзгертейік па. Егер бет-әлпетімізді өзгертуге келсеңіздер, я жоқ деп жазып кетіңіздер. Сіздердің комменттеріңіз мен үшін маңызды ғой да. Өлбану. Мә, достар, ертең дейтін маңызды күн күтіп тұр. Өлбану. Ертең дейтін мен патсилер іздеп келмесе болды ғой. Мә, достар, заттарымызды алып алайық, айтсам дейтін ұрлап кетеді. Мә, ұйықтайық, кетті құрсын. Ұйықтап алайықшы. Мә, шаршап кетті қодан. Өлбану. Шау. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Челси арнасы. Біздер дейтін бүгін Бомж өмірінің 5-ші сериясын түсірдік. Ошын дейтін бүгін көргендеріңізде Бомж Челси іштеңе істемеді, яғни дейтін бұл балық аулаймыз деп бір күнін балық аулаумен өткізді. Және де ауылдың тыныштығын көрдім. Ол дейтін жынды ғой да. Мә, мына балық аулайтын орынға ошым ешқандай жедел келмейді. Мә, достар, енше достар, сіздермен бірге болған Бомж Челси. Осы видеоға смело 5 лайктан асырып саңыздар, себебі сіздер күніге дейтін 6-7 лайктан жинап отырсыздар. Сіздерге көп рахмет, көрермендерім. Ошым дейтін сендерді мен дейтін жақсы көремін ғой. Өлбану. Ендеше чао. Келесі бөлімде мен подписчиктеріме пиар жасап беретін боламын. Сол себепті де аямай лайктарыңды басыңдар.